Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен біз 6-шы дәрісімізді өткенде бастаған болатынбыз. Әрі қарай 5-ші презентацияға слайдқа келіп тоқталғанбыз, яғни жүктерге арналған қармауыштар туралы бастайтын боламыз. Жүктерге арналған қармауыштар. Бұл жүк көтергіш машинаның өнімділігі көбінесе жүкті іліп қою, яғни байлау немесе босату әдісіне байланысты. Белгілі бір мөлшердегі жаппай жүктермен, яғни қорап, сөмке болсын, басқа болсын, жұмыс кезінде жүкті ұстап алу мен босату уақытын қысқартуға, сондай-ақ осы операциялардың жұмысшының қол еңбегін жеңілдетуге немесе толығымен жоюға мүмкіндік беретін әртүрлі қысқыштарды қолданылған жөн. Кейбір бөлшектерге арналған кене ұстамалары суретте көрсетілген 6-да 7-де. Ең жиі қолданылатын үйкеліс күштермен жүктемені ұстап тұратын кене және эксцентрлік ұстамалар. Үйкеліс күштермен жүкті ұстап тұрудың сенімділігін қамтамасыз ету үшін губкалардың жұмыс бөлігі көбінесе ойықтармен немесе тістермен жасалады. Ал ұстамалар 1,25, 1,5 қысу күшінің резервтік коэффициенті бар ойықтарды ескерусіз есептейді. Келесі. Грейферлер. Грейферлер бұл әртүрлі сусымалы және кесек материалдарды, құм, көмір, мысалы астық, тас болсын, сондай материалдарды шамадан тыс жүктеу кезінде қолданылатын, жартылай автоматты түрде жабылатын және ашылатын кеме болып табылады. Грейферлер екі жақты және көп жақты болып бөлінеді түрлері. Көп жақты грейферлер әдетте үлкен көлемді материалды, шойын құймалар, соларды шамадан тыс жүктеу үшін қолданылады. Екі жақты грейферлер өнеркәсіпте үлкен қолданысқа ие. Олар бір немесе екі жақтан тұрады. 6-да 13-ші суретте көрсетілгендей. Төменгі траверсте тоспалы жалғанған қатты тартқыштар арқылы жаңағы екі жақ, үш жақ жоғары екі жақтары, яғни біздің екі жағымыз тартылған кезде траверске ілінеді. Екі жақты грейферлік екі схемасы бар. Олардың икемді элементке іліп қою жүйесімен ерекшеленеді. Және қос қанатты және бір қанатты болып бөлінеді. Яғни біз суретте көріп отырғанымыздай, арнайы экскаваторлардың ковштары сияқты, жаңағыдай тістері бар, зубчиктары, сол жаңағы тістері бір-бірімен байланысқан материалды ұстауға өте қолайлы әдісін береді. Мына жерде 6-да 7-ші суретте клещевые захваты дейді, яғни кене тәрізді ұстап алады, мықтап. Бұл үлкен қорап болсын, немесе үлкен трубалар болсын, мысалы жылу магистралінің трубалары болсын, соларды жеткізген кезде немесе орнатқан кезде кәсіпорындарда осы клещевые захваты дейді, кене іспетті ілгіштерді қолданады. Бұлар өте қолайлы, ұзын трубаларды көтеруге өте қолайлы табылады. Келесі жалпы мәліметтер, яғни жүк көтергіштердің жалпы мәліметтерін айтатын болсақ. Жүк көтергіш машиналардың механизмдері, көтеру механизмдерінде жүктің тоқтауын және оның аспалы жағдайда ұсталуын, қозғалу және бұрылу механизмдерінде тежегіш жолдың белгілі бір ұзындығына тоқтауын қамтамасыз ететін сенімді тежеу құрылғылармен жабдықталуы тиіс. Өздігінен қозғалтқышы жоқ бұрылатын крандардың арбаларын, қол жетегі бар көпірлі крандардың арбаларын, оларды төменнен басқару кезінде электр
рельстерін машиналық жетегі бар көтергіш машиналарды және қозғау жылдамдығы кемінде 32 метр минутына болған кезде олардың арбаларын жылжыту жаңағы тетіктерінде тежеу құрылғылары болмайды. Яғни ауада жұмыс істейтін, ашық ауада, ашық алаңда демізге болады, открытый жаңағы месторождениялар мысалы. Сол жерде жаңағы жұмыс істейтін немесе еден жолдармен қозғалатын жүк көтергіш машиналардың қозғалу механизмі машинаның қозғалу жылдамдығына қарамастан тежеу құрылғылармен жабдықталған. Жүк көтергіш машиналардың тежегіш құрылғылары келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. Яғни, бірінші, жұмыс элементтерінің дизайнына сәйкес тежегіштер ерекшеленеді. Олардың жұмыс элементі тежегіш барабанның сыртқы цилиндрлік бетімен өзара әрекеттесетін блок болып табылады. Таспа, яғни тежегіш барабанмен өзара әрекеттесетін икемді таспа түріндегі жұмыс элементі бар. Диск бұл бүтін сақиналар мен жеке сегменттік қалыптар түріндегі жұмыс элементі бар және конус түріндегі жұмыс элементі бар тежегіштердің соңғы екі құрылымдық сорттары әдетте тежегіш осы бойымен жұмыс істейтін жабдық күші бар тежегіштердің бір тобына біріктірілген. Яғни бұл осьтік басу тежегіштер тобына жатады. Әрекет принципі бойынша тежегіштер автоматты түрде ажыратылады. Тежегіш орнатылған механизмінің қозғалтқышы ажыратылған кезде немесе қорғаныс элементтері іске қосылған кезде жабылады және қызмет көрсететін персонал тежегіші басқару органына әсер еткен кезде басқарылады, жабылады немесе ашылады. Әзірге біздің екінші лекциямызды осы жерден аяқтаймыз. Келесі сабақта 6-шы дәрісімізді жалғастырамыз. Сау болыңыздар.